Басамыз деймін. Так. Сәлемдермендер, сіздермен мен Ақтілек апай. Бүгін біз сіздермен география зерттеушілері деген тақырыпқа тоқталатын боламыз. Жалпы алдыңғы сабақта біз географияның қайдан шыққанын, қандай мағына білдіретін, қандай ғылымдардан тұратын және де оның салаларын өткен болатынбыз. Енді сол ғылымдарға үлесін қосқан, өздерінің ізін қалдырып кеткен ғалымдар туралы бүгін қарастыратын боламыз. Жалпы біз ғалымдарды бірнеше кезеңдерге бөліп қарастырамыз, яғни ежелгі заман антикалық, одан кейін орта ғасыр, ұлы географиялық ашулар заманы, ол бізде жаңа ғасырға жатады, кейін қазіргі ғалымдарға тоқталамыз. Жалпы географиялық зерттеушілердің кіріспе ретінде біз Эратосфенді айтамыз, ол бізде географияның атасы, география ұғымын ғылыми түрде енгізген ғалым болып табылады. Өте көптеген деректерді, саяхатшылардың деректерін, ғалымдардың деректерін біріктіріп, география туралы ұғымды қалыптастырған ғалым. Келесі ғалымдарымыз ол бізде Фалес пен Анаксимандр. Екеуі ең алғашқы масштабты жасаған ғалым. Масштабтың қазіргі таңдағы үлкен үлесі бар, өйткені бұрынғы карталарға қарайтын болсақ, материктердің немесе кейбір аралдардың, теңіздердің көлемдері әртүрлі болған. Тіпті Египет орналасқан Африка материгі мен Гренландия аралының көлемін бірдей етіп көрсеткен ғалымдар да бар. Сондай қателіктерді жібермес үшін бізге масштаб географияда өте қажет. Сол масштабты ең алғаш қалыптастырған ғалым осы Фалес пен Анаксимандр деген ғалымдардың атын айтамыз. Келесі ғалымыз Геродот. Геродот бізде тарихтың атасы, Эратосфен географияның атасы болатын болса, Геродот бізде тарихтың атасы. Бір жағынан біз Геродотты тарихшы және де саяхатшы деп те атасақ болады. Өзінің көргенін, білгенін сипаттап жазып отырған ғалым. Одан кейін ең алғашқы географиялық картаны жасаған ғалым ретінде біз Махмуд Қашқариді білеміз. Ол дүние жүзінің дөңгелек картасын жасаған. Ол картада көбіне түрік халықтарының мекендеген жерлерін, жер бедерлеріне сипаттамалар беріп өткен. Енді ежелгі кезең антикалық кезең деп аталынады. Оған көбіне грек, рим ғалымдарын жатқызамыз. Біздің заманымыздан бұрын немесе біздің заманымыздан дейін деп атаймыз. 4-2 мыңжылдықтардың аралығында өздерінің іздерін қалдырған ғалымдарды антикалық кезеңнің ғалымдары деп атаймыз. Ең бірінші Эратосфенді айтамыз. Ол ежелгі ғалым, астроном, географ және де математик болып келеді. География ғылымының негізін қалаған және де география деп аталынатын 3 кітапты жазып қалдырған. Жердің домалақ пішінді екендігі туралы болжам жазған және де жердің өлшемі туралы трактаттарды қалыптастырған. Енді Эратосфен оны қалай жасады десек, жалпы Эратосфен өзінің көп өмірін Египетте Александр Македонскийдің салып кеткен Александрия қаласында өткізген және де сол жерде Александрия деп аталынатын үлкен кітапхана болған. Ол кітапхана дүние жүзіндегі ең үлкен кітапханалардың бірі. Сол жерде сол кітапхананың бастығы болып жұмыс жасаған және де соған байланысты көп бөлігін өмірінің кітапханада өткізгендіктен өте көп кітаптарды оқып ақылды болған. Соның нәтижесінде Афина қаласы, Афина қаласын білеміз, сол қалада күннің түсу деңгейі құдықтың түбіне түскенмен тең дегенді біледі, соны қарастырады. Соның нәтижесінде ол дәл сол күнді Афинада күн тіке түсетін күні жаңағы Александрия қаласында бір таяқшамен күннің көлеңкесінің нәтижесін зерттеу арқылы, соны өлшеу арқылы, тригонометрия есептер шығару арқылы күннің жалпы жердің радиусының көлемін дәлме-дәл тапқан ғалым болып табылады Эратосфен. Яғни жердің өлшемі туралы нақты деректі біздің заманымыздан бұрын анықтаған антикалық ғалым ретінде қарастырамыз. Келесі ғалымыз Страбон. Ол бізде ежелгі гректің тарихшысы және де географы болып табылады. 17 кітаптан тұратын география деген еңбектің авторы. Страбонның айтуынша жер шар тәрізді, оның айналасында күн мен ғаламшарлар айналып жүреді. Құрлық Европа, Азия және де Африкадан құралған деп айтады. Бірақ қазіргі таңда ол мәліметтер біршама өзгерістерге енген, яғни ғаламшарлар барлығы күнді айналып жүреді, ал Страбонның айтуы бойынша жерді күн және де басқаша ғаламшарлар айналып жүреді деп айтқан. Одан бөлек Европа, Азия, Африкадан тұрады деп айтты құрлықты, бірақ Оңтүстік Америка, Солтүстік Америка, Антарктида, Австралия материктері туралы сөз қозғамаған. Бірақ соған қарамастан Страбонның 17 кітабы география деп аталынатын география ғылымына өте үлкен өзінің үлесін қосқан.
Келесі ғалымыз бізде Пифей мен Птоломей ғалымдары. Клавдий Птоломей ол атақты гректің ғалымы. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда география жайлы құнды деректерді қалыптастырған. Және де Птоломейдің материалдары 4 ғасыр бойы сақталды. Европаның кітапханаларында өте көптеген жылдар бойы сақталды. Және де көптеген ғалымдар осы Птоломейді оқудың нәтижесінде қазіргі әлемнің картасын жасаған. Келесі ғалым Пифей, ол батыс Европаның жағалауында жүзіп, сол жердегі көргендерін сипаттап жазған ғалым. Көптеген алғаш рет айдың әсерімен мұхит суының қайтуы, толысуы дегенді түсіндірді. Және де мұхиттың қайтуы, толысуы деген біз гидросфера тақырыбында толық ашатын боламыз. Соның заңдылығын зерттеген Пифей деген ғалым. Бұл бізде антикалық дәуірдің ғалымдары. Келесі ғалымыз Геродот, ол грек тарихшысы және географ. Тарихтың атасы деп айтамыз, білесіздер, тарихтан білесіздер, ол сақтарды зерттеген. Қара теңіз бен Каспий жағалауын зерттеген. Кіші Азия, Месопотамия, Египет, қазіргі Турция жерлері, Шумер аккадтықтарды білесіздер, дүниежүзі тарихын оқыған болсаңыздар. Сол жерлердің барлығын Геродот өзі сипаттап жазып кеткен болатын, өте көптеген жазбалар қалдырды. Және де ең алғашқы болып географиялық карталардың жасағандардың бірі болып табылады Геродот. Келесі ғалымыз Аристотель. Аристотель білесіздер, ол ең алғаш рет жердің шар тәріздес екендігін негіздеген ғалым. Енді орта ғасырлы ғалымдарға тоқталайық. Бізде 5-9 ғасыр және де 9-15 ғасырлардағы ғалымдарды біз орта ғасырлық ғалымдар деп атаймыз. Енді бұл жердегі ерекшелік ол әскери жорықтар, сауда, карталардағы қалаларды, киелі қалаларға барып зиярат ету, сол кездегі ғалымдардың білімін алып келу болды. Яғни қаншалықты араб географтары әскери жорықтарға, саудаларға және де киелі қалаларды аралау барысында оларға құнды материалдарды жинақтау керек болды. Және де оған географиялық білімнің жоқ болса, оны жасау мүмкін емес болды. Сол үшін саяхатшы, әсіресе араб саяхатшылары, орта ғасыр жалпы арабтардың бір үстемдік еткен жылдарымен сәйкес келеді. Сол үшін де көптеген араб саяхатшылары аты шыққан. Солардың бірі бізде Масуди, Сәлім Масуди, ол бізде Шығыс Африка туралы еңбектердің қалдырды. Ал Әл-Бируни геодезияның дамуына үлес қосты. Геодезия дегеніміз ол жердің пішіні, өлшемі туралы ғылым. Әл-Бируни өзінің геодезияның дамуына үлес қосқан ғалым деп айтамыз. Әл-Идриси арабтарға карта жасап берген ғалым деп қарастырамыз. Одан кейін арабтардан бөлек Марко Поло, ол итальяндық көпес деген бай адам. Яғни итальяндық бай көпес адам деп айтамыз. Оның еңбегі 4 бөлімнен тұрады. 1298 жылы жарық көрген еңбегі Дүние жүзінің алуан түрлілігі деген кітап. Ол сол кітапта Армения, Иран, Қытай, Қазақстан, жалпы орталық Азия деп айтамыз, Монғолия, Үндістан және Индонезия елдері туралы дереккөздер жазған. Бұл еңбекте аталады, дүние жүзінің алуан түрлілігі деп. Өйткені көптеген елдерді басып өтіп, сол жерлерден халықтардың тұрмыс тіршілігін қарап жүріп, қаншалықты дүние жүзінің сән қырлы екендігін, әр алуан екендігін көре отырып, осындай атау берген. Және де ең бірінші бөлімі ол қытайлықтар туралы, Қытай жері туралы болады. Одан кейін 4-ші бөлімі моңғолдардың өмір сүру салты болады. Ал ортаңғы бөлігі, яғни 3-ші бөлімі ол бізде оңтүстік шығыс Азия туралы, ал 2-ші бөлімі орталық Азия туралы, Қазақстан жерлері туралы ақпараттар берілген, сондай 4 бөлімнен тұратын кітап болып табылады. 1298 жылы жарық көрді. Келесі ғалымыз Афанасий Никитин, Тверлік көпес. Твер деген жер ол Ресейдің сол кездегі провинциясы. Сол Ресей жерінен шығып, Парсы түбегі, Персияның үстімен Үндістанға барған ғалым. 1472 жылы үш теңіздің арғы жағына саяхат деген еңбекті жазып қалдырды. Никитин ол Үндістан туралы мәліметтердің берген ең алғашқы европалық саяхатшылардың бірі болып табылады. Келесі кезең ол бізде ұлы географиялық ашулар дәуірі.
Ең бірінші біз Христофор Колумбтан бастаймыз. Испандық саяхатшы, Испанияда дүниеге келген. Оның бастауымен 1492 жылы 3 тамызда Пиреней түбегі, яғни Португалия мен Испания мемлекеттері құрайтын Пиреней түбегі бар. Сол түбектен бастау алып, Үндістанға баратын жолды ашу үшін, яғни Үндістанға саяхат жасау үшін Санта-Мария, Пинте және Нине деп аталынатын 3 кемені алып саяхат жасайды. Ол Америка құрлығын ашады және де өмірінің соңына дейін Үндістанға апарар жолды аштым деп қателеседі. Бірақ ол сол кезде Американы ашқан болатын. Американың жағалауында орналасқан көптеген аралдар, Саргасов аралы, Кариб теңіздері, Багам аралдары, Антил аралдары, үлкен және кіші Антил аралдары бар. Және де оңтүстік Американың жағалауындағы бөлігін орталық Америкадағы Кариб жағалауларының сызықтарын ашқан ғалым болып табылады. Бірақ ол өзінің өмірінің соңына дейін Үндістанға баратын жолды аштым, Үндістанды аштым деп ойлап өтеді. Келесі ғалымыз Ферлан Магеллан. Ол бізде португалдық теңізші, Португалия дүниеге келген, тұңғыш дүние жүзінің теңіздік саяхатын ұйымдастырған ғалым болып табылады. Және де Испания жағалауынан оңтүстік Америка жағалауын айналып өтіп, Магеллан бұғазын ашады қазіргі таңдағы. Және дүние жүзінің теңіздері бар екендігін дәлелдейді, жердің шар тәріздес екендігін тәжірибе жүзінде айтады. Оған дейін көптеген ғалымдар өте көптеген болжамдар жасап кетсе, бұл Ферлан Магеллан ол тәжірибе жүзінде, яғни теңізді жүзіп жерді айналып өткендігі туралы айтылып отыр. Яғни жердің шар тәріздес екендігін тәжірибе жүзінде анықтаған ғалым, бірақ ол өзі толығымен айналып өткен жоқ. Филиппин аралында дүниеден озады, бірақ оның экспедициясы толығымен дүние жүзін теңіз арқылы айналып өтеді. Сол үшін Ферлан Магеллан бастаған саяхатшылар дүние жүзінің шар тәріздес екендігін тәжірибе жүзінде дәлелдеген болып тарихта қалады. Келесі Америка Веспуччи. Бізде Америка деген атау осы Американың атауына берілген, яғни жаңа жерге бірнеше рет жүзіп барған соң құрлық Америка деп атау алынады. Яғни қазіргі Америка деп атап жүрген жеріміз осы Америка Веспуччидің құрметіне берілген. Келесі ғалымыз Герард Меркатор. Ол фламандық картограф және географ болып табылады. Жер мен айдың глобустарын құрастырған ғалым, және де Палестинаның 6 беттік картасын құрастырған, дүние жүзінің картасын шығарған, соның ішінде Фландрия, Лотарингия, Британ аралдарының картасын құрастырған ғалым, алғаш рет Атлас еңбегінің авторы, және де біз күнделікті көріп жүрген картаның проекциялары осы Меркатор проекциясы деп аталынады. Біз келесі сабақтарымызда карта, масштаб тақырыптары, проекция тақырыптары өтеміз. Сол кезде толығымен проекциялардың түрлерін түсінетін боласыздар. Соның барлығы қазіргі алып жүрген проекцияларымыз осы Герард Меркатордың қалыптастырып кеткен проекцияларынан алынады. Келесі Александр Гумбольдт, неміс географы, саяхатшы. Бұл кісінің еңбегі жаңа дүниенің теңесу облыстарына саяхат деп аталынады. Яғни оңтүстік Америка, Орал, Сібір жерлерін туралы баяндап қалдырып кеткен, өсімдіктердің географиясын, тіршіліктің формалары туралы білімдердің негізін қалаушылардың бірі, және де тік зоналы идеясын негізін қалаған жертану, ортағы жертану дейміз, климатологияның негізін қалаған ғалым осы Александр Гумбольдт. Біз табиғат зоналары деген үлкен тақырыпты биосфера тақырыбында өтетін боламыз. Сол кезде Александр Гумбольдт деген ғалымның есімін өте көп еститін боласыздар, және де зоналарды да өтеміз. Қандай жануарлар, өсімдіктер қай бағытта таралған туралы ақпараттар осы көбіне Александр Гумбольдттың қалдырып кеткен материалдарынан алынады. Келесі Михлука Маклай Николай Николаевич. Бұл кісі орыс саяхатшысы, аты айтып тұрғанда, Жаңа Гвинея, Тынық мұхит аралдарына саяхат жасаған, сол жерлерді зерттеген ғалым. Оңтүстік шығыс Азия, Австралия мұхит аралдарының тұрғындарын зерттеген. Соның ішінде Жаңа Гвинеяның солтүстік шығыс аралдарында тұратын халықтарды біз папуастар деп атаймыз. Сол папуастарды зерттеген, мына беттеріне қара осындай жағып алып, жабайланып өмір сүретін деп
европалық түсінікте қалыптасқан адамдарды зерттеп шыққан ғалым, және де Михлука Маклай ол барлық нәсілдердің теңдігін практикалық тұрғыда дәлелдеген ғалым болып табылады. Сол папуастармен бірге өмір сүріп, бірақ ақыр аяғы сол жерде қайтыс болды. Бірақ сонда да Михлука Маклай барлық нәсілдердің теңдігін практикалық тұрғыда дәлелдеген ғалым ретінде тарихта қалды. Келесі ғалымыз қазақ, Шоқан Уәлиханов, қазақтың шығыстанушысы, тарихшы, этнограф, географ, фольклоршы, аудармашы, саяхатшы ғалым. 1856-57 жылдар аралығында Іле жағалауында қырғыздар мен ұлы жүздер ауылдарында, енді ол кезде қырғыздар деп атаған, ол қазақтар, қазақтардың және де ұлы жүз ауылдарына саяхат жасаған, құлжаға зерттеу жасаған ғалым болып табылады. Еңбектері, әйгілі еңбектеріне біз жоңғар очерктері, қырғыздар туралы жазбалар, қазақтың халық поэзиясының түрлері туралы Ыстықкөл сапар күнделігі және де Үлкен Қырғыз Қайсақ ордасының ескі аңыз әңгімелері деген еңбектерін білеміз. Және де 1858-59 жылдар аралығында ол Қашқария дейтін Қытайдың жабық провинциясы, сол жерге саяхат жасаған. Және де өте Қашқария жері европалықтар үшін, жалпы шет ел үшін сондай бір жабық территория болды. Сол жерге Шоқан Уәлиханов арнайы қызмет бабы бойынша барып, сол жер туралы ақпараттар алып келген ғалым болып табылады. Келесі ғалымыз орыстың геологы, топырақтанушысы Докучаев Василий Васильевич. Бұл кісі топырақтанудың негізін қалаған, топырақтар географиясының мектебінің негізін қалаушы болып табылады. Топырақтың ерекшелігін, табиғи дене екендігі туралы ілімні құрастырған ғалым. Топырақтың түзілуін, таралуын, ондағы орналасудың негізгі заңдылықтарын қарастырған ғалым болып табылады. Докучаевты біз биосфера тақырыбында да тоже көп айтатын боламыз. Келесі ғалым Жакив Кусто, француз ғалымы, мұхит зерттеушісі. Бұл кісінің арқасында біз қазір өте көптеген деректі фильмдерді, мұхиттың астындағы деректі фильмдерді көріп отырмыз. Өйткені ол кісі Эмиль Ганьян деген инженермен бірігіп аквалангты ойлап тапқан. Акваланг, білесіздер, мұхиттың астына, теңіздің түбіне түсуге арналған киім, соны құрастырған адам, және де дүние жүзіндегі су астындағы тіршіліктің сырын ашып берген ғалым болып табылады. 1943 жылы мұхит зерттеулерінде жаңа кезеңдердің негізін қалаған ғалым, яғни өзінің инженер досы Эмиль Ганьянмен бірге аквалангты ойлап табу нәтижесінде тарихта қалды. Сол аквалангтың көмегімен 90 метрлік тереңдікке дейін баруға болды, және де 1946 жылы акваланг өндірісі өнеркәсіпте іске қосылды. Яғни аквалангты өте көптеп өндіре бастады. Келесі кезең ол бізде 16 ғасырдың соңы мен 17 ғасырдың бас кезіндегі орыс саяхатшыларын көптеп білеміз. Сол кезеңдерде Ребров, Дежнев, Хабаров, Ремезов деген сияқты, және де Сібір мен Қиыр Шығысты зерттеген ғалымдардың аты тарихта қалды. Және де 17 ғасырда бастап орыс саяхатшылары Сібір арқылы оңтүстік шығысқа, Орта Азияға, Үндістанға, Моңғолия мен Қытайға саяхат жасай бастады. Сол кездегі орыс елшілері, яғни орыс жерінен келіп сол жерді саяхаттап жүрген адамды елші деп атаймыз. Сол орыс елшілеріне Петлин, Байков, Спафари деген ғалымдарды айтамыз. Олар Қытайға сапар жасап, және де көптеген географиялық мәліметтерді жинаған ғалымдар болып табылады. Осымен бізде географияның зерттеушілері тақырыбы аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Оқуларыңызға сәттілік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.